Кәріске тұрмысқа шыққан шетел азаматшалары неге құтырды? Олар неге заңсыз мигранттарға қысым көрсетіп жатыр? Кеше Оңтүстік Кореяның Тесо қаласында 200 шетелдік жұмыс істейтін зауытта екі әйел кісінің арасында келіспеушілік орын алды. Бұндай әрекеттер қазіргі таңда көп болып жатыр. Сондағысы не? Заңды және заңсыз жұмысшылардың арасындағы келіспеушіліктер. Өзбекстаннан келген тәжік азаматшасы кәріс азаматымен бірге отбасын құрған. Заңды визасы бар. Ол әйел кісі бірге жұмыс жасайтын заңсыз мигранттарға үнемі тиісіп, мазасын алып, үстінен күледі екен. Артық сөз айтса, полицияға тапсырам деп қорқытады екен. Мынау көріп тұрған кадрларыңыз кәріске тұрмысқа шыққан Өзбекстанның тәжік азаматшасы автобустың ішінде қазақстандық қарындасымыздың шашынан жұлып, бетінен ұрып, аузына келген боғауыз сөздерді айтуда. Болған оқиғаны видеоға бірге жұмыс істейтін Қытай азаматшасы түсіріп алған. Оқиға орнына бірден полиция келіп, бұзақылық жасаған екі азаматшаның қолына кісен салынған. Тексеру барысында қазақстандық қарындасымыздың заңсыз мигрант екені анықталып, оны елге қайтару үшін құжаттар дайындалған. Өзін ақтап беруімізді өтінген Заринаның мәселесі бойынша полицияға барып мән-жайды үйрендік. Шетел азаматтарында заң алдында құқықтары бар екенін айтып, қарындасымызды медициналық тексеруге жібердік. Полицияда болған 2 сағат, миграциялық бөлімде болған 1 сағаттық тергеуден кейін Заринаның қолынан кісен шешілді. Жалпы оқиғаның қалай болғаны туралы Зарина бізге сұхбат берген болатын. Болған жағдай, біз жұмысқа мына тұрған қаламнан басқа жерге 1 сағаттық жерде жұмыс істейтін тұғынбыз. Сол жерге қыздармен жұмысқа шығып, сағат 10-ға дейін жұмыс болды. Сол күні түнгі 10-ға дейін, 10-нан 10 минут өткен уақытта барлығымыз автобуста отырдық. Көшеде далада 2 қыз тұрған автобусқа, 2 қыз мінбеген тұғын. Сол 2 қызға мен қыздар тезірек отыра қойыңдар, үйге қайтайық деп жай сөзбен, қыздар емес, 1 қызға, негіз 1 қызға айтылған, атында атап, өткен ол жерде өзінің атын атап, машинаға отыра қойыңыз, қайтайық десем, анда қасында тұрған қыз кімге сөйлеп атсың деді. Сонымен сізге сөйлеп тұрғаным жоқ. Мен қасыңызда қызға сөйледім дедім. Ана қыз автобусқа атылып кетті. Сен кімге сөйлеп тұрсың қазір деп, сондай жанжал шығып кетті. Негіз ол жерде ұрыс, боғауыз сөз, ондай нәрсе болған жоқ та. Сөз неғып, сөзге келіспеушілік болып қалды да, төбелеспен аяқталды. Сол төбелес болып кетті. Қыздар, ана жерде 25-30 қыз, еркектер бар, олар да ортаға түсіп арашылмай қалды. Негіз ол ұрыстың себебі сол жаңағы документсіз жүрген шетел азаматтарын құртамын деп өзі айтып жүрген тұғын ол қыз. Азаматтарды жаңағы нелегалдарды құртамын, мен олардың барлығын көзін жоямын, тек қана Қазақстан емес, барлық елдерден сондай нелерді құртамын. Неге дегенде менің визам бар, менде F6, мен сендерден биікпін, сондай немен бізге неғып айтып жүрген. Біз енді басында оншалықты мән бермедік, ол сөзіне ондай ұрыс төбелес болып кетеді, ондай нәрселер болып кетеді деп ойлаған жоқпыз. Ал енді бізде сол қазақстандықтардың көбісінің визасы болмағандықтан сол жерде қыздар уже звондап атқан кезде иммиграшкеге, полицияға қазақстандық қыздар сразу автобустан уже басқа жағынан, водительский не жағынан, водитель басқаратын жағынан шығып кетті. Қыздар уже қашып кетті сол жердің өзінде, чтобы ұсталып қалмау үшін иммиграшкеге. Ал полицияға хабар берген сол екінші не, Өзбекстан ұлт азаматшасы. Тәжік. Оған дейін қыздарға да айтып жүрген, сендердің көздеріңді құртамын деп. Полицияда отырған кезде де мен барлық қазақстандықтарды құртамын, сөйтіп сондай угрозамен сөйтіп сөйледі да. Бірақ мені жаңағы заңсыз мигрант болғандығымдан мені депортация жасайтын болды. Сол жаққа иммиграционныйға барып тұрып, барлығы шешілді, Аллаға шүкір, Алланың арқасында. Сол сіздің арқаңызда осы жерде тұрмыз, барлығы шешіліп, жақсы болып. Корей елінде заңсыз жүрген отандастарымызға сіз не айтасыз? Корей елінде заңсыз жүрген отандастарымызға айтарым, сіздер қорықпастан барлығын заң жүзінде полиция органдарына, миграциялық органдардан қорықпастан заңды түрде шешулеріңізді айтып өтетін едім. Заң тұрғыда барлығы шешіледі, заңменен барлық нәрсені шешуге болады. Ал бізді Қазақстаннан көріп тұрғандар билік
басындағыларға сіз не айтатын едіңіз? билік басындағыларға айтарым, бізді де басқалармен тең құқықты қылып, визалы қылып, визамыз болса, бізде тең құқықты болсақ, жұмысымызға виза бар деп қорықпастан барып келсек, жүрген жерімізде қорықпастан жұмыс істесек деймін. Біреу келіп қалады, біреу ұстап алады, кетіп қаламын отаныма. Өйткені әрқайсы адам енді мына жерде ақша табамын деп жүргендіктен кім қашан қайтарын білмейді. Өйткені ешқайсының бұл жерде жаңағы визасы жоқ. Барлығы Аллаға не болып жұмысын істеп жүргендер. Сол үшін виза берілгені, виза болғаны дұрыс қой негізі. Рабочий виза болғаны дұрыс әрқайсымызда. Осы оқиғадан кейін зауыттың бастығы қол астында жұмыс істейтін 200 шетел азаматын жұмыстан шығарды. Бір адамның жасаған қателігі үшін басқалар да зардап шекті. Ал кәріске тұрмысқа шыққан өзін кісі санап жүрген азаматшадан сұхбат алу үшін байланыс орнаттық. Алайда ол қазір сұхбат бере алмаймын деп сөзін қысқа қайырды. Кәріспен виза үшін отбасын құрған әйелдің әрекеті миграциялық бақылауға тапсырылды. ТМД елдерінің арасында кәріске тұрмысқа шыққан қыз келіншектердің саны 3672-ге жетті. Олардың отбасын құрудағы басты мақсаты виза алу, заңды мигрант болу. Ал қазақстандық кәріске тұрмысқа шыққан, не болмаса кәріске үйленген отандастарымызға ескертеміз. Сіз кәріспен тұрмыс құрдыңыз ба? Сіздің кришаңыз кәріс па? Бізге бәрібір. Оның қызығы жоқ. Заңсыз мигранттарды қудалауды қойыңдар. Егер олар бұл әрекеттерін тағы қайталайтын болса, біз келесі видеоларда кәріске тұрмысқа шығып, бір жерлері көгерген, полицияға заңсыз мигранттар туралы ақпарат беретін кейбір әйелдер туралы бар шындықты айтатын боламыз. Олардың да әке-шешелері білсін, баласы Оңтүстік Корея елінде қалай ақша тауып жатқандарын. Иә, шындық айтылды. Шындық ащы болады. Ащы нәрсе ешкімге жақпас. Біз ешкімге жағымпазданбаймыз. Бізді жақсы көрудің де қажеті жоқ. Мақсатымыз заңсыз мигранттардың құқықтарын қорғау. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.